абыройыңнан сұра. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям былай дейді: Алла жолында шындап күрескен адам Аллаға мойынсыну үшін өз нәпсісімен күресе алған кісі. Ал енді шынайы мұхажир Алла тыйым салған нәрсені тастаған кісі. Кім нәпсінің жамандығынан өзін қорғай алмаса, ол Аллаға баратын жолды таба алмайды. Өйткені нәпсісі оған бұл жолға түскенге тосқауыл болып, оны түзу жолда жүргізбейді. Әлбетте, ақылды кісі нәпсіге қарсы нәрселермен оны тәрбиелеп жуасытады. Ал енді ақылсыз болса, өз нәпсісіне тізгін ұстатып, ол сүйген нәрсені сүйіп, ол жек көрген нәрсені жек көреді. Кісі өз нәпсісін ауыздықтай білуі, оны қатты ұстауы керек. Өйткені нәпсі оны арам, тыйым салынған лас нәрселерге әрдайым шақырып тұрады. Бүгін кісі өз нәпсісімен қаншалық көп күресетін болса, ертең оған соншалық жеңіл болады. Егер ол нәпсісін еркіне жіберетін болса, ертең Алла тағала одан сұрақ алып жатқанда есеп қисабы ауыр болады. Егер сен бұл дүниенің өткінші қызықшылықтарына ұмтыла бастасаң, онда сенің нәпсің де оларды қатты қалай бастайды. Егер сен оған сеніп еркіне жіберетін болсаң, ол жаман нәрселерді жасай бастайды. Егер сен өзіңнің нәпсіңді Алланың үкімдерін орындауға мәжбүрлейтін болсаң, ол тақуа бола бастайды. Ал енді сен оны бос жіберетін болсаң, ол бұзылып кетеді. Біз нәпсімізге ол қалағанды беріп, оны жұмыстан босатып, қиыншылықтардан құтқарып, оған тура мәміле жасап жатырмыз деп ойлаймыз. Бірақ біз осылай жасаумен оны сыйлықтардан құр қалдырып жатырмыз. Лұқман Хакім өзінің ұлына былай деген: ұлым, әлбетте иман бағыттаушы, әрекет қоштаушы, ал енді нәпсі жалқау. Егер бағыттаушы оған жұмсақ мәміле жасайтын болса, ол жолдан адасады. Егер оған қоштаушы жұмсақ мәміле жасайтын болса, ол қырсық және бас емес болып қалады. Ал енді олар оны жіті бақылап, тәртіпте ұстайтын болса, ол тура жолмен кетеді. Омар ибн әл-Хаттаб радиаллаху анху мемлекеттік қызметкерлердің біреуіне былай деп жазады: қиын уақытта есеп бергенге шейін нәпсіңнен есеп ал. Өйткені кім нәпсісіне қиын уақыттағы есеп қисапқа дейін жайбарақат уақытта есеп жүргізетін болса, ол Алланың ризалығына және жақсы нәтижеге ие болады. Ал енді кім өмірі мен нәпсі қалауларына ойын билетіп қойған болса, онда ол қайғыға және өкінішке ұрынады. Кейде нәпсі кісіні жаман іс жасауға мәжбүрлейді. Кейде жасаған жаман ісі үшін кінәлайды. Ал енді кейде тынышталған жағдайда, яғни жаратқанға мойынсұнған, оны сүйген, еске алған жағдайда болады. Тынышталған жағдайдағы нәпсі мақтайтын жағдай, жамандық жасауға үкім шығарған жан, ұрысатын жағдай. Ал енді нәпсі өзінің иесін жамандық жасағаны үшін ұрысатын болса, бұл жақсы белгі. Өйткені ол кісіге Алла туралы ескертеді. Намазға бекем бол. Алла тағала былай деп айтады: Аллаға құлшылық етуде, күнә атаулыдан сақтануда, һәм бастарыңа ауыртпалық түскенде сабырлылық танытып, намаз оқып, Алладан медет тілеңдер деген Бақара сүресінің 45 аятында. Намаз
иманды кісі үшін жан рахаты. Ол қорқыныштан арылтады, қайғы мұңды, қасіретті жояды. Мұңаюдан және көңіл күйі түсуден арылтып, жанға рахат алып келеді. Намаз сынақтармен, қайғы мұңдармен жараланған рух үшін орасан зор шипа. Намаз имандының қорғаушы қорғаны. Намаз азап тартқандар үшін құтылу. Намаз ұлы сыйлыққа ие болуға себепкер. Жаратқанның сүйіспеншілігі мен ризалығына жеткізетін екі дүниелік бақыт. Бір жолы сахабалардан біреу Алла елшісінен саллаллаху алейхи уассаламнан Алла тағала қай істі бәрінен жақсы көретінін сұрағанда, ол былай деп жауап берді: өз уақытында оқылған намаз. Алла тағаланың ең жақсы көрген нәрсесін орындау бақытқа жеткізетін күре жолдың өзі емес пе? Енді осылай болғаннан кейін не үшін бұл жолға түсуге және оның аяғына шейін баруға болмасын? Намазды ойын жинап, беріліп, мойын сұнып, Құдайдан қорқып және ой пікірін намазға ғана бұрып оқыған кісі Құдайға толық берілместен, шынайы қорықпастан намаз оқыған кісіге қарағанда көп жақсылыққа, сыйлыққа ие болады. Ойы шашырамай, беріліп, мойынсынумен және Құдайдан қорқумен оқылған намаз кісінің жан дүниесіне әртүрлі рухани аурулар және көңіл құлазу сияқты психологиялық сан алуан аурулар күшейіп тұрған қазіргі дәуірде ғажайып әсерін береді. Жан дүниенің тыныштығы және ішкі дүниенің үйлесімі болмаса, бақытты болу мүмкін емес. Ал енді оларға ие болудың ең әсерлі жолы да намаз. Жаратушыңның алдында одан қорқып, үміттеніп, мойынсұнып, таза ниетпен оның ұлылығын және күш-қуатын сезініп, болжалған дүниенің уақытша рахаттарын, әсемдіктерін ұмытып, оған мойынсұнуды, оның ризалығын алуды көздеп, оның жақындығын сезініп, иіліп сәждеге бару, бұл нағыз шынайы бақыт емес пе? Кім намазға немқұрайды болып, мешітті айналып өткен болса, ол бақытсыз адам. Әлбетте, ол өзін ұлы жақсылықтан құр қалдырды. Көркем мінез. Көркем мінез бақыт. Мұндай бақыттың иесіне басқалар тамсанады. Ал жаман мінез құлық бейбақтық. Оның иесінен адамдар қашады. Әлбетте, көркем мінез кісіні күндіз ораза ұстап, түнде намаз оқығандардың дәрежесіне көтереді делінген хадисте. Мен сендердің араларыңнан кімді көбірек жақсы көретінімді және қиямет күні маған ең жақын кім тұратынын айтайын ба? Ол сендердің араларыңнан мінез құлқы жақсыларың делінген хадис. Қалам сүресінің 4-ші аятында: «Уа Мұхаммед, шүбәсіз сен теңдесі жоқ, ұлы көркем мінез құлыққа иесің» делінген. Әл-Имран сүресінің 159-ші аятында: «Уа Мұхаммед, сен сондай қиын шақта Алланың рахымының арқасында ғана айналаңдағы адамдарға жұмсақ, биязы бола білдің. Егер дөрекі, тасжүрек болғаныңда, маңайындағылардың бәрі сенен безіп, жан-жаққа тарап кетер еді» делінген. Нахл сүресінің 22-ші аятында: «Олай болса, құдайларың теңдесі жоқ жалғыз Құдай. Алайда ақыретке сенбейтіндердің жүрегі осынау ұлы ақиқатты жоққа шығаруда. Анығында олар орынсыз көкірек керіп, тәкаппарлыққа салынуда» делінген. Лұқман сүресінің 18-19 аяттарында:
Ешкімге мұрныңды шүйірме, жер бетінде кердеңдеп жүрме. Шүбәсіз, Алла кеуде керіп, менменсіген мақтаншақтардың ешбірін ұнатпайды. Жүргеніңде һәм әр ісіңде байсалды бол. Сөйлегенде даусыңды қатты көтерме. Айша радиаллаху анха Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәләм туралы бұлай деген: оның мінез құлқы Құранның өзі еді. Көркем мінез кісіге бұл дүниеде елдің сүйіспеншілігін және ақыретте сыйлықтарды алып келіп, оған екі дүниеде де бақытты болуға жәрдем береді. Ал енді ашулану, ызалану және жаман мінез керісінше кісінің бақытсыздығының және оған басқалар жасаған жаман мәмілелердің себепшісі болады. Құрметті тыңдармандарым, каналыма міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жазып және достарыңызға жіберіп, қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Алланың нұры жаусын баршаңызға.